Қазір ноутбук LM-ді қалай қазақшаға аударуға болады және қазақ тілінде видео, сонымен қатар презентация жасауға болатындығын көрсетемін. Ең алдымен ноутбук LM-ға осылай кіріп аласыздар. Өздеріңіздің Gmail аккаунттарыңызбен кіресіздер. Осылай қарасаңыздар, менде ағылшын тілінде тұр, мүмкін сіздерде орыс тілінде болуы мүмкін. Ол үшін осылай өзіңіздің аккаунттағы мына жерде осылай жазылып тұрады. Орысшасында қазір орысша қалай жазылып тұрады, қазір көрейік. Мына жерде орысша екен. Орысшада бізде міне управление аккаунтом Google деген бар. Ол жерге кіресіздер. Сосын осындай поиск деген жер шығады. Сол жерге язык деп жазамыз. Сол жерде міне осылай шығады. Міне менде русский деп тұр, иә. Енді біз оны осылай жасап, оны қазақ тілге аударамыз. Қазақ тілі деген таңдаймыз. Міне қазақ тілі деп таңдадым. Енді мен мына орыс тілін өшіріп тастаймын. Бұны мен өшіргенде былай ауыстырам. Мынаны мен бірінші ағылшын тіліне ауыстырып алам. Кез келген біреуін таңдай салам. Ағылшынға ауысты, міне балама тіл деген. Енді мына қалған артық тілді удалить етіп тастаймын. Сонда менде ноутбук LM-де тек қана қазақ тілі және ағылшын тілі тұр, негізгі тіл қазақ тілінде тұр. Енді міне ноутбук LM-ға кіреміз. Қарасаңыздар, барлығы қазақ тіліне аударылды. Енді мен осы жаңа блокнот деген жерге кіреміз. Міне жаңа блокнот жасау деген жерге кіреміз. Қарасаңыздар, барлығы қазақ тілінде тұр. Енді бұл жерге мәлімет жүктейміз. Жұмысты бастау үшін дереккөз қосыңыз. Бұл жерде бізге файл арқылы жүктеуге болады. Сіздің ноутбугыңыздағы кез келген файлды жүктеу. YouTube каналдағы сілтемені қоюға болады. Сонымен қатар мына жерге Google Drive, Google дисктағы және де көшірілген мәтін. Мен қазір көшірілген мәтін қоямын. Ең алдымен мәтінді алу үшін негізі өзіңіз жазсаңыз да болады, бір жерден көшіріп алып, немесе сонымен қатар бұл жерде арнайы жаңағы кітап бар ғой, мектеп кітабының бетінің суретін салуға болады. Жаңағы скрин алған, немесе PDF форматтағы кез келген кітапты жүктеуге болады. Енді мен көшірілген мәтін дегенді қолданайын деп жатырмын. Ол үшін мен Gemini'ға жазып алдым. Маған нейрон, жүйке жүйесінің орталық шеткі бөлімдері, жұлын ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтері тақырыптары бойынша толық мәлімет бер, өте қызықты фактілерді қосып жібер деп жаздым. Ол маған осындай мәтін берді. Мен енді осыны копировать етіп, яғни көшіріп алып, осы жерге қоямын. Так, көшіріп аламын. Көшіріп осында қоямын. Енгізу. Қазір менде осы ақпарат туралы қысқаша мәлімет шығады мына жерге. Енді тағы да қосымша ақпараттар қосу үшін осылай жазсаңыз, сізге тағы да қосымша ақпараттарды қосып береді. Ноутбук LM кішкене ұзақта ойланады. Сіз оны күтесіз. Міне. Байқасаңыздар, астында бізге мәлімет қосып берді. Енді тағы да бір ақпарат қосып жіберейік. Бізге қазір именно презентация және видеоны қазақша жасау керек. Мен көрсетемін. Міне ақпаратты қосып берді. Тағы да ақпарат қосып жіберсеңіздер болады. Енді маған осы жеткілікті деп ойлаймын. Енді бізге бірінші слайд дегенді қосамыз. Міне. Егер де сіздерде бесплатный версиясын қолданатын болсаңыздар, сіздер бір күнде осы бет бойынша, жалпы негізі бір күнде сіз 3 рет қана слайд жасай аласыз. Енді мен міне қысқа деп көрсетейін сіздерге, жылдам болу үшін. Ағылшын деп тұра береді. Баяндамашы слайды, немесе толық мәтіні мәліметтері қамтылған электрондық почта арқылы жіберуге баяндауға оқылатын дейді. Енді сіз бүйтіп жазасыз мына жерге. Мына жерге ақпарат қосамыз. Маған жүйке ортаңғы және шеткі жүйке жүйесі тақырыбы бойынша презентацияны мен былай жасаймын. Қазақша дегенді бас әріппен жазамын. Қазақша жасап бер деп, сосын тағы да 2-3 рет. Тек ғана қазақша мәліметтермен болсын. Маған тек қазақ тілінде керек деп жазып жіберсеңіз, бұл солай қазақ тілінде жұмыс жасауға тырысады. Себебі мына жерде ағылшын тілінде деп тұрғаннан кейін бұл ағылшынша жасап қою мүмкін. Мынаны интерфейсті қазақшаға аударсақ та, бізге материалдық именно осы презентация, видео жасаған кезде қайтадан бізге ағылшын тілінде немесе орыс тілінде жасап беру мүмкін да. Бізге қазақ тілінде керек. Сол үшін осылай қайта-қайта қазақ деп жазып жіберсеңіз, негізі орындайды. Тағы да бүйтіп жазып жіберсең қазақша деп. Жасау дейік. Енді бұны кішкене күтеміз. Бұл ұзақтау жұмыс жасайды. Енді бізге қажет бейнешоу, иә. Бейнешоуды да біз қазақша жасай аламыз. Тура жаңағыдай жасасақ, мысалы қысқаша негізгі идея жылдам түсінуге көмектесетін шағын жол, дереккөз арасы өзара байланыс көрсетілген жүйелі жан-жақты шоу. Қысқаша мазмұн деген таңдайын. Мына жерде осыны таңдайын, классика дегенді. И тағы да сол жаңағы мен көшіріп алдым ғой сөзімді. Презентация емес, видео дейін, иә. Бойынша видео материал деп жазып қояйын. Қазақша. Бұны да жасап деген жіберіп қояйық. Бұл да ұзақта ойланады. Енді маған ақпараттық графика деген бар.
график жасау тоже жақсы нәрсе. Осыны да жасайық қысқаша, стандартты, иә. Осыны да бағана көшіріп алған сөзім де бар ғой, соны қайтадан қойдым. Енді бұған да осылай жазамыз. Ақпараттық графикті қазақша керек деп жазайық. Болды. Бұл үшеуі өте ұзақ ойланады, кішкене уақыт керек, бұған бір 2 минуттай уақыт керек, сондай уақыт алады. Енді басқаларына тексеріп көрейік. Мысалы, менталдық карта дегенді бұл тез жасалады. Осы тақырып бойынша менталдық карта жаса. Флеш картаны көрейік. Қандай флеш карталар жасап береді екен. Сонымен қатар мына жерде аудио кішкене қиындау. Себебі аудиода да жасауға болады, бірақ оңай жасай бермейді. Мысалы, қазір ағылшын деп тұр, мен қазақша деп жасам да, қайтадан маған қазақша емес ағылшын тілінде жасап беруі мүмкін. Бірақ қазақша бәрібір де жасауға болады. Мен бір рет жасап көрдім. Пікірталас, дебат ретінде, сын ретінде, қысқаша мазмұн, егжей-тегжейлі талдау, үлкен қысқа деп таңдап тоже жасап байқап өздеріңіз көрсеңіздер болады, тексеріп 1-2-3 рет. Енді мына жерде менде тест жасап көрейін тағы да. Бұл де есеп деген. Енді мынау дайын болыпты менде. Жүйке жүйесі карталар, флеш карточкалар. Яғни бұны біз жаңағы оқушыларға осы тақырып бойынша өздерінің білімдерін бекіту үшін осыны қолданып көрсек болады. Бұны өздерінің телефонына сілтеме арқылы жіберсеңіздер де болады, немесе тақтаға шығарып қойып, мысалы, тақтаға мынау сұрақ ретінде тұр. Үй жұмысын сұрағанға да жақсы. Мысалы, оқушы шығады тақтаға, осы сұрақты оқиды, жүйке жүйесінің құрылымдық және функционалдық бірлігі қалай аталады дегенде жауап береді. Сосын жауапты көреді, нейрон деп аталады деген сияқты, түсіндіру деген бар мына жерде. Не үшін нейрон деп аталады деген сияқты. Осылай жасауға болады. Енді келесі сұрақтарды көрейік. Нейронның негізгі қызметі қандай? Ақпаратты қабылдау, өңдеу және беру. Нейронның ядро мен органиктер орналасқан негізгі бөлігі қалай аталады? Сомалық деген сияқты. Осылай міне. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы жасап берген сияқты менің ойымша. Енді міне инфографиканы жасап беріпті маған. Мына жерде аты ағылшынша тұр. Мүмкін ағылшынша жасап қойды бұл. Қазір көрейік. Жоқ, қазақша жасап беріпті. Міне жүйке жүйесі, дененің басқару. Бұл да кішкене ұзақтау ойланады. Интернеттеріңіз өте жақсы болмаса, кішкене өте ұзақтау басталуы мүмкін. Қазір қайтадан ашайын. Пока тест аша берейін. Міне тест бар бізде. Бұл тестті да оқушыларға телефондарына жіберіп, солай шештіруге болады, немесе тақтаға да шығарып қойсаңыз болады. Нейронның ақпаратты қабылдауға маманданған қысқа әрі бұтақтанған өсіндісі қалай аталады? Қысқа, иә, дендриттер деп аталады. Келесі. Міне осылай шеше береді оқушылар, тақтаға шығып, иә, мен қазір просто басып көріп отырмын. 10 сұрақ жауап жасап берді сізге. Енді келесінен қайтадан ашып көрейік. Инфографиканы. Мынау менде кішкене дұрыс болмай тұрған сияқты. Жарайды, сосын ашып көрейік. Міне менталды картаны ашып көрейік. Ақыл картасы деп айтады ғой, mind map. Жүйке жүйесі, нейрон, жүйке жүйесінің бөлімдері, жұлын, ми бөлімдері, қызықты фактор. Нейрон деген не? Нейронның денесінің құрылымы шығыпты міне. 86 миллиард нейрон дейді. Аксон, дендриттер, ядро, қайтадан жинап қоясыз. Жүйке жүйесінің бөлімдері, орталық және шеткі. Орталыққа ми және жұлын жатады, шеткіге бізде ми мен жұлыннан тарайтын жүйкелер жатады. Жұлын деген не? Рефлекторлық қызмет, өткізгіштік қызмет омыртқа жотасында орналасқан дейді. Қысқа ақпараттарды осылай алуға болады. Ми бөлімдері, сопақша мидың өзі неден тұрады екен міне. Яғни қандай қызмет атқаратыны жазылыпты. Артқы ми миышық пен көпірден тұрады дейді. Ортаңғы ми бұлшық ет тонысы, көру. Міне осылай оқушыларға да сабақ түсіндірген кезде қолдансаңыздар болады. Қызықты фактор, энергияның 20% тұтынады. Ауырсынуды сезбейді, импульс жылдамдығы, жылжады деген сияқты. Өте пайдалы зат деп ойлаймын. Енді менде әлі бейнешоумен мені презентация жасалмады дейді менде. Қазір презентацияны мүмкін қайтадан жасап көреміз. Пока жою дей салайын. Мына инфографика. Міне көрдіңіздер ме? Инфографиканы қазақша жасап берді. Жүйке жүйесі, дененің басқару. Міне біздің инфографикамыз дайын. Нейрон жүйке жүйесінің кірпіші. Негізгі 5 бөлімі бар. Міне осыны презентацияға қосып жіберсеңіз болады. Енді менде жаңағы презентацияны дұрыс жасалмай қалыпты, біз қайтадан жасап көреміз. Қысқа деп жасап көре берейін. Кішкене уақытта алатыны бар. Дайындап берді. Презентация менің қазақ тілінде, кәдімгідей мына жерде жүктеп алуға болады. Барлық ақпараттар, міне рефлекс, ми бөлімдері, сезім, эмоция дейді. Алдыңғы ми басқару орталығы, ми туралы таңғажайып деректер, қорытынды. Міне осындай қысқа нұсқа маған презентация дайындап берді. Егер де сіздер кез келген мысалы конференция болсын, сондай сөйлейтін нелеріңіз болса, осы жерге ақпаратты беріп жібересіздер, сізге қысқа нұсқа осындай презентациялар жасап береді. Негізі жаңа мен қысқа дегенді ғана бастым ғой презентацияда. Баяндамашыны слайд толық презентацияны қысқа деген бастым. Егер әдепкі десеңіз, ол кішкене ұзақтау жасап береді. Енді менің видеомды қазақ тілінде сөйлейтін, бірақ сөздерін ағылшын тілінде жасап қойыпты. Мен қайтадан міне запрос тастадым. Сөздері барлығы қазақ тілінде болсын деп.
Енді мен мына видеоны көрсетейін сіздерге, бірақ ағылшын тілінде болып тұр, но сөздері қазақша болып тұр. Денеңізді басқаратын бәрінің негізінде нейрон жатыр. Оны ақпарат таситын биологиялық сым деп ойлаңыз. Ал миыңызда осындай 86 миллиард нейрон бар. Дұрыс естідіңіз, 86 миллиард. Егер осы нейронларды бір сызыққа тізсе, айға барып қайтуға жетеді. Керемет, Ал осы миллиардтаған нейрондар екі негізгі бөлімге бөлініп, ұйымдастырылған. Қысқаша айтқанда, УЖЖ бұл басшы, ал ШЖЖ оның хабаршысы. Енді Мінекей достар, осылай әріптестер, осылай сіздер қазақ тілінде видео, презентация жасай аласыздар. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мына видеоны көрейін деп отырмын, қазақша сөздермен жасап бердім ма, жоқ па? Егер де осы видеомды қазақша сөздермен жасап берген болса, мен өз каналыма салып қоятын боламын. Сонымен каналға тіркеліңіздер, өте пайдалы ақпараттар айтылады. Сау болыңыздар.